بسم الله الرحمن الرحيم. İslam'ın astanasına geldik. Medine o İslam'ın astanası. Себебі және де ислам уаты шыққан жер осы Медина. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал иман ла я'зару иля ал-Мадинати кама я'зару ад-даб иля жухрихи" деп айтады. Расында иман осы Мединаға кесіртке өзінің ініне оралатында иман осы жерге оралады. Бұл деген сөз, яғни қиямет күніне дейін осы жерден әрдайым Мединадан жаңағындай иманды және де ілімді және де амалды адамдарға тарататын адамдар осы жерде болады. Осы жерде болады. Және де бұл Медина қаласы, бұл жаңа пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хижра жасаған жер, Дарул Хижра деп айтады. Яғни Меккеден бұны Құрайш мушриктер қуған кезде бұлар Мединаға келеді. Және де Мединаның халқы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды күтіп алады. Сондан сіз осы жерде, қасиетті жерде жүрсіз, Мединада. Және де Мединада зиярат ету мәселесіне келетін болсақ, Мединада сүннетте келген 5 жер бар зиярат қылынатын. Бірінші бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешіті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешіті. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ин салатун фи масджиди хада хайрун мин альфи салатин фи ма сиваху" деп айтады. "Илля масджид аль-харам" дейді. Менің мешітімдегі бір намаз басқа мешіттегі намаздардан гөрі 1000 есе еселенеді деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тек қана масджид аль-харамнан басқа, яғни Меккедегі мешіттен басқа. Ол жерде 100 000 есе еселенеді намаздардың түгелі. Ол әр намаз, парыз намазы болсын, сүннет намазы болсын, жаназа намазы болсын, сіздер оқып жатқан нәрсе, оның түгелі 1000 есе еселенеді. Сондықтан бұл жер берекелі жер болып есептеледі. Және де тағы да зиярат қылатын жерлердің бірі бұл Рауда Шарифа, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Бухари Муслимда келген хадисте айтқандай: "Ма байна байти ва минбари раудатун мин риядил жанна" деп айтады. Менің үйім мен менің минбарымның ортасындағы жер жәннаттан болған бір бақшасы деп айтады. Сондықтан бұл жерде ғалымдар айтады, әрбір жасалған ізгі амал еселенеді дейді, берекелі болады деп айтады. Сондықтан бұл жерге кіріп намаз оқыса да адам, немесе Құран оқыса да бола береді. Мысалы имам аль-Бухари рахимахуллаху тағала өзінің сахих кітабын сол Раудада жазған. Сол әр хадисін алдында дәрет алып, 2 ракат намаз оқып, Раудада отырып хадис жазатын болған имам Бухари рахимахуллаху тағала. Сондықтан бұл кітаптың берекесі, имам Бухари 256 жылға қайтыс болатын болса, қазір 1443 жыл болатын болса, әлі күнге дейін осы кітаптың берекесін мұсылман қауымы, мұсылман үмбеті оның пайдасын алып жатыр. Және де бұл хадис зерттеліп бітпеді әлі. Бұл кітап әлі де зерттеліп бітпеді. Себебі бұл өте үлкен, кең кітап болып есептеледі. Және де зиярат қылатын жерлердің бірі бұл не? Алейкум салам Бақиул Ғарқат, яғни Бақи несі? Алейкум салам қабірлері. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Айшаның хадисіне келгенде зиярат қылатын болған. Сол жерде зиярат қылып, және сол жерде жатқан адамдарға дұға айтатын болған. "Ассаламу алейкум ахли диари минал муслимин вал муъминин ва инна бикум лалахиқун насаллаллаху лакум ва лана ва лакумул афия" деп дұға айтатын болған. Және де зиярат қылатын жерлердің бірі Мединада бұл не? Шухада Ухуд тауы емес, Ухуд мешіт емес. Шухада Ухуд, яғни Ухуд соғысында шахид болып қайтыс болған 70 сахабаның қабірі бар сол жерде. Сол жерде зиярат қылу сүннет болып есептеледі. Яғни біздер және де білеміз, қабірлерді зиярат қылған кезде біздердің мақсатымыз бұл қабір иелерінен сұрау болып есептелмейді. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұндай нәрседен қайтарған. Бұл айтады: "Ла'аналлаху ал-яхуда ва насара иттахаза қубур анбияихим масаджида" деп айтады. Аллахтың лағнеті яһудтар мен насарларға болсын, себебі олар өздерінің пайғамбарларының қабірлерін мешіт қылып алды. Мешіт қылып алды деген не дейсіз? Ғибадат қылатын орын қылып алды. Яғни бұл қандай да ғибадат жасалатын болса. Алайда біздің мақсат қабірлерді зиярат қылған кезде бұл біріншіден қабірде жатқан адамдарға дұға қылу. Аллах субхана ва тағала оларды кешірсін деп, Аллах субхана ва тағала оларды мейірімділігіне алсын деп.
Және сүннетте келген дұғалар айтылады, немесе өздеріңіз де дұға қылсаңыз болады. Жаңағыдай Аллах мейірімдігін алсын, жаңа жәннатқа кіргізсін, кешірсін деп. Және де екінші мақсат бұл не? Ақыретті, өлімді еске алу. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сахих хадис айтады: "Кунту нахайтукум ан зияратил кубури фазуруха фа иннаха тузаккирукумул маут" деп айтады. Оның алдында мен сендерді қабір зиярат қылудан қайтарып едім деп айтады. Қазір болатын болса, зиярат қыла берсеңіз болады деп. Және де неге? Себеп неде? Себебі бұл қабірлер сізге қиямет күнін еске салады деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан Ухуд шухадаларын зиярат қылсақ, немесе Бақи'тағы жаңағындай адамдарды, көмілген адамдарды зиярат қылатын болсақ, біздің ең алғашқы мақсат бұл оларға дұға қылу, себебі олар ол нәрсеге мұқтаж. Екіншіден не? Қияметті еске алу, бұл төртінші орын. Мединада зиярат қылу сүннет болып есептелетін төртінші орын. Бесінші орын ол не? Бұл Құба мешіті. Құба мешіті пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама әр апта сайын Құба мешітін зиярат қылатын болған. Әр апта сайын Құба мешітін зиярат қылып, ол жерде намаз оқитын болған. Кейбір хадистерде келеді, ол жерде оқылған 2 ракат намаз хадж және умраның сауабымен бірдей дейді. Алейкум салам. Хадж бен умраның сауабымен бірдей дейді. Бірақ бұл хадис, Аллаху алям, әлсіз хадис болып есептеледі. Бірақ соның өзінде де сахих хадистерде жалпы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам апта сайын зиярат қылған деп келеді Құба мешітін. Осымен Мединада зиярат қылынатын орындар, сүннетте келген зиярат қылынатын орындар осымен бітеді, осымен шектеледі. Қалған жерлерді ғибадат деп, Аллахқа жақындаймын деп зиярат қылу, бұл бидағат болып есептеледі. Адам бұл жерде Аллахқа жақындаймын деген ниетпен зиярат қылса да, бұл не? Аллахтан алыстайды. Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ман ахдафа фи амрина ма лайса минху фа хуа рад" деп айтады. Кімде-кім біздің дінімізде біздер әмір етпеген нәрсені немесе жаңалық енгізетін болса, біздер айтпаған нәрсе жаңалық енгізетін болса, бұл әмір қайтарылады дейді. Бұның ол амалдары қайтарылады және қабыл болмайды деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Немесе осы хадистің басқа риуаятында айтады: "Ман амила амалан лайса алейхи амруна фа хуа рад" деп айтады. Кімде-кім біздің дінімізде біз бұйырмаған нәрсені жасайтын болса, амал жасайтын болса, Аллахқа жақындаймын деп амал жасауы мүмкін адам, бұл амал қабыл етілмейді деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан бұл бидғи зияраттарда адам одан алыс болу керек, оған жақындамау керек. Және де себебі бұның расында адамды шаршатады, және де ешқандай пайда алып келмейді. Ғошия сүресін бәріңіз білесіз. Хәл атака хадисул ғошия уджухун яумаидин хашиа амилатун насиба тасла наран хамия тусқа min айнин ания. Мынау дейді, хәл атака хадисул ғошия дейді. Яғни бүкіл жаратылысты жабатын күн туралы сен білесің ба деп айтады. Уджухун яумаидин хашиа, бұл күні сондай беттер болады, Аллахтан қорқып тұрады, сол күннен, қиямет күннен қорқып тұратын беттер болады деп айтады. Және де бұл қорқып тұратын беттердің сипаты қандай дейді? Амилатун насиба дейді. Көп амал жасаған, және де көп шаршаған дейді. Не істеп шаршаған? Аллахқа жақындаймыз деп шаршаған. Умар радиаллаху анху бұл хадис, бұл аятты тафсир айтқан кезде ахлюл бид'a деп айтады. Бұл бидағат иелері деп айтады. Яғни бұлар Аллахқа жақындаймыз деп шаршайды осы дүниеде, қаншама құлшылықтар жасайды, бірақ бұл құлшылықтарын түгел Аллахқа жақындатып, керісінше алыстатады. Сондықтан ғибадаттың бізде 2 шарты бар деп айтады ғалымдар. Біріншісі ол ихлас, екіншісі бұл сүннетке сәйкес болу. Сондықтан Фудейл ибн Ияд рахимахулла, яғни әйгілі табиғи сахабалар шәкірттерінен айтады: "Ла яқбалуллаху ал-амала илля ан якуна халисан ва саваба" деп айтады. Яғни Алла субхана ва тағала әрбір амалды, қандай амалды ғана қабылдайды дейді? Халис болған, яғни ықыласты болған, және де сауап, және дұрыс болған дейді. Адамдар сұрайды: "Я ықыласты деген түсінеміз, сауап деген не ол, дұрыс болу деген не ол?" дейді да. Ол айтады: пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне сәйкес деп айтады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне сәйкес болу деп айтады. Сондықтан бұл нәрсеге мұсылман адам өте қатты көңіл бөлу керек. Баракаллаху фикум. Енді бұл жерден шығып сіздер Меккеге барасыз, умра жасаймыз деп. Және бұл умра ол үлкен құлшылықтардың бірі исламда. Кейбір ғалымдар бұны тіпті исламның рукыны деп айтқан. Яғни себебі Ибн Умардың хадисінде "Буния ал-ислам аля хамс", яғни ислам 5 тірекке құралған деген хадистің
бір несінде бір риуаятында жаңағы анташада ла иляха иллаллах ва анна мухаммаду расулуллах ва иқаму ссала ва итау зака ва сауму рамадан уал хаджу уал умра деп келеді. Хадж және умра деп келеді. Ибн Хузайманың сахих кітап жинағында осылай келеді. Яғни 5 рукыны бар дейді. Біріншісі шахада ла иляха иллаллах, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты, ва алейкум салам ва рахматуллахи, Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ, және де Мұхаммад оның елшісі деген куәлік дейді. Бірінші рукын, екінші рукын намаз оқу, үшінші рукын бұл ораза ұстау, төртінші рукын зекет беру, және де бесінші рукынға келген кезде аль-хадж уал умра деп айтады. Хадж және де умра деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан осы хадисте және де басқа аятта Алла субхану тағала айтады: "Атимул хаджа уал умрата лилля" деп айтады. Қажылық пен умраны Аллах разылығы үшін толықтырыңдар деп бұйырады Алла субхану тағала. Осы аяттар мен осы хадистерге сүйене отыра кейбір ғалымдар умраны да уаджиб деп айтқан. Умраны да адам өмірінде бір мәрте, жағдайы бар адам өмірінде бір мәрте жасау уаджиб деп айтқан. Және де Абу Хурайраның хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Аль-умрата иля аль-умрати кафаратун лима байнахума" деп айтады. Яғни умра мен умра екеуінің ортасында болған кіші күнәлардың кафарасы деп айтады, яғни кешірілім болады. Сондықтан адам умраға келген кезде осы нұсустарды, яғни осы шариғи мәтіндерді еске алып, осы нәрсені ниетке алып умраны жасау керек. Себебі біздер айттық, ықылас пен сүннетке сәйкес болу керек амал. Көп адамдар мысалы келіп, бауырлар келді, мен де за компания келдім. Бұл нәрсе адам субханалла умраны жасайды, қаншама құлшылықтар жасайды, еш нәрсесі қайту мүмкін. Сондықтан ықыласқа әрдайым адам қатты көңіл бөліп жүру керек. Енді умраға келетін болсақ, умра жалпы әрбір құлшылық, умраның рәсімдерін білетін шығарсыз, қалай жасалуы керек. Бірақ біздер сәл басқа тараптан сөйлейміз умра туралы. Бұл не? Умраның ішіндегі таухидтың белгілері. Алла субхану тағаланың жалғыздаудың қандай мазахир, яғни қандай белгілері бар, қандай суреттері бар умрада. Жалпы әрбір құлшылық бұл бір Аллахты субхану тағала жалғыздаудың амалы. Себебі Аллах табарака тағала айтады: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун" деп айтады. Жындар мен адамдарды тек қана маған құлшылық қылу үшін жараттым деп айтады. Яғни біздің осы жерге келуіміз, және Алла субхану тағала бізге осы жерде нығметтерін түгелі, яғни жер, Алла субхану тағала жерді бізге бағындырып қойды. Тіпті қазір аспанды да бағындырып қойды. Дұрыс па? Алла субхану тағала жануарлардың түгелі бағындырып қойды. Яғни тарихта болмаған ешқашанда жануарлар адамдардың үстем болып алды деген нәрсе болмады. Алайда бұл жануарлардың қаншасы бар бізден күштірек, яғни күш-қуат жағынан қарайтын болса. Бірақ Алла субхану тағала бұларды бағындырып қойды. Бұлар жаңағындай адамға қарсы шықпайды. Бұл да Алла субхану тағала нығметі. Және де Алла табарака тағала бізге ризықтың баптарын, ризықтың жолдарын ашып қойды осы дүниеде. Қаншама мысалы, қаншама өсіп жатқан нәрселер бар, немесе жаңағы 4 түлік мал бар. Бітпейді. Бір жыл аламыз, бір жыл егістікті аламыз. Солмен бітіп қалмайды. Келесі жыл қайттан шығады. Алла субхану тағала бізге ризық беріп қойды. Осының түгелін Алла субхану тағала бір ғана даналықпен жасаған. Не үшін? Сен Аллахтың құлы, Аллахқа құлшылық жасау үшін. Себебі бұл нығметтердің түгелі саған нені парыз қылады, нені міндет қылады? Нығметті берушіге шүкіршілік қылуды парыз қылады. Яғни Алла субхану тағалаға шүкіршілік қылуды парыз қылады. Сондықтан бұл шүкіршілік, бұл яғни құлшылықтың негіздерінің бірі деп айтады ғалымдар. Және де бұл шүкіршілік 3 нәрсемен болады. Жүрекпен болады, тілмен болады, және де амалдармен болады. Аллах табарака ва тағала айтады: "Ва ма бикум мин ниъматин фа миналлах" деп айтады. Сендерде бар қандай да бір нығмет, ол Аллахтың тарапынан, Аллах берген нығмет деп айтады. Яғни бұл деген сөз, біз осы нығметтердің түгелі Аллахтан екенін білуіміз және де сенуіміз бізге міндет. Және де бұл бір шүкіршіліктің бір түрі. Яғни нығметтерді қарайтын болсақ, Алла субхану тағала айтады: "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха" деп айтады. Нығметтерді санайтын болсаңыз, санап бітпейсіз деп айтады. Яғни тек қана өзіміздің ағзамызды қарайды. Қайсы біреуіміз біздің жүрегімізді басқарып отыр, соқсын деп. Яғни бір қиыншылық сезіп жатырық па? Сезіп жатқан жоқпыз.
ас қорыту, бүкіл нәрсе бұл Алла субхан тағала нығметі. Яғни бұл нығметті біздер бұл нығметке шүкіршілік қылу керекпіз. Және де бұл шүкіршіліктің ең минимумы, Ибн Қойым айтады, рахимахуллаху тағала, бұл нығметті күнәға жұмсамау деп айтады. Аллах разы болмайтын, Аллах жақсы көрмейтін нәрсеге жұмсамау деп айтады. Яғни көз нығметін алайық. Көз нығметі, Алла субхан тағала нығметі, ол ешкім бұл нәрседе айтыспайды да, ешкім пікір таласпайды ол нәрседе. Дұрыс па? Көз нығметіне шүкіршілік минимум күнәға қарамау. Күнә нәрселерге, яғни әйелдерге, жаңағындай қазір көп адамдар сыналып жатқан, фитнаға түсіп жатқан UFC, осы минимум сен шүкіршілік жасау, көзіңмен харамды жасамау. Ол минимум, Ибн Қойым айтады. Максимум не ол? Осы берген нығметті Аллах жақсы көретін және де Аллах разы болатын нәрсеге жұмсау деп айтады. Жүрекпен алдық. Енді тілмен Аллах субханаху тағала айтады: "Ва амма би ниъмати раббика фахаддис" деп айтады. Аллахтың нығметі болатын болса, оны бүкіл жерде жарияла айт деп айтады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни сондықтан нығметтерді, яғни сондай Аллахқа шүкіршілік қылып жатырмын деп жариялау, айту, ол да проблема жоқ. Керісінше бұл шүкіршіліктің бір түрі болып есептеледі. Және де ол тілмен де айту, альхамдулилля, Аллаға шүкір деп айту, оны түгелі сол тілмен шүкіршілік болып есептеледі. Ал амалмен келетін болсақ, бұл жерде Алла субханаху тағала айтады: "Уъмалу аля Дауда шукра" деп айтады. Дауудтың отбасы Алла субханаху тағалаға шүкіршілікті амал жасап етіңдер деп айтады. Амал жасап шүкіршілік қылыңдар деп айтады. Сол шүкіршіліктің түрлері осы құлшылықтардың түгелі, бұл шүкіршіліктің бір түрі. Шүкіршіліктердің бір түрі. Және де сіздің умраға келіп жатқаныңыз, ол осы Алла субханаху тағаланың шүкіршілігі. Сізге берген нығметтер, денсаулық нығметі, мал мүлік, байлық нығметіне сіздер шүкіршілік қылып жатсыз. Және де Алла субханаху тағала сол нәрсемен жақындап жатсыз да, Алла субханаху тағаланың разылығын іздеп жатырсыз осы нәрсемен. Алла субханаху тағала сізге бәріңізге сауап нәсіп етсін, осы нәрсемен жәннатты нәсіп етсін. Енді умраға кірген кезде адам, сондықтан осы умра деген ниеттің өзі, сіздер Қазақстанда отырып ниеттелдіңіз, ақшаларыңыз жібердіңіз, осының өзі сіздер Аллахқа шүкіршілік қыласыз, және де ғибадат қыласыз. Осыдан бастап сіздер егер ниеттеріңіз дұрыс болатын болса, сіздер құлшылықтың ішінде отырсыз. Енді келдіңіз, оның өзі таухид. Себебі таухид деген бұл Алла субханаху тағаланы құлшылықта жалғыздау, амалдармен жалғыздау. Яғни құлшылықтардың түрлерін Аллахтан басқа ешкімге арнамау. Бұл періштелер болсын, пайғамбарлар болсын, әулиелер, салихал адамдар болсын. Себебі бұлардың түгелі яғни айыптар бар, және де толық емес, олар кеміл емес. Ал Аллах табарака ва тағала не үшін біз құлшылық қыламыз дейтін болсақ, себебі ол ғана кеміл сипат иесі, толық сипат иесі. Сондықтан Алла субханаху ва тағала бұл нәрсені мүшриктерге қарсы құжат қылып қойған. Мысалы, Ибрахим алейхиссалату вассалам өзінің әкесінен ал деп айтқан: "Я абати лима та'буду ма ла тасмау ва ла ясмау ва ла юбсиру ва ла юғни анка шей'a" деп айтады. Ей әкем дейді, сен неге сені естімейтін, сені көрмейтін, саған ешқандай пайда бермейтін нәрсеге құлшылық қыласың деп айтады. Яғни бұл пұттарды қандай сипатпен сипаттады? Айып және де кем сипаттармен сипаттап берді. Сен біліп тұрсың, бұлар естімейді пұттар, әулиелер, қабір иелері естімейді, көрмейтінін біліп тұрсың, саған көмектеспейтінін біліп тұрсың. Яғни айып сипаттармен сипаттап берді. Ал Аллах табарака ва тағала сондай ма? Жоқ, ол кеміл сипат иесі. Сондықтан біз оған құлшылық қыламыз, және де сондықтан ол ғана лайықты құлшылық жасауға. Енді сіздер осы умраға келген, осы умраның басы сіз ниеттенгені түгелі, ол бір таухидтің суреті умрадағы. Енді келесі таухидтің суреті умрада сіздер мысалы ертең тәлбие айтасыз Меккеге барғанға шейін. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика ла деп айтасыз. Лаббайк Аллахумма лаббайк, ей Аллах, міне келдім, мен сенің алдында тұрмын, және де сенің бұйрығыңа жауап беріп тұрмын. Лаббайк ла шарика лака лаббайк, сенің серігің жоқ, мен саған жауап беріп тұрмын, сол үшін деп. Неге серігі жоқ? Иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк. Расында мадақтар саған ғана тән, сен ғана мадаққа лайықсың, мүлк сенікі, және нығметтер сенікі ғана. Сондықтан ла шарика, сондықтан сенің серігің жоқ. Құлшылықта бүкіл нәрседе.
осы сөзді қарайық, осы сөздің өзі таухид. Осы сөздің өзі таухид. Себебі мүшриктер оларда хадж жасайтын болған, оларда умра жасайтын болған. Бұлар хадж жасаған кезде бұлардың талбиясы қандай болған? Жабирдің хадисінде келгендей, Муслимда лаббайк Аллахумма лаббайк лаббайк ла шарика илля шарикан хуа лак тамликуху ва ма малак деп айтады. Лаббайк Аллахумма лаббайк, ей Аллах, мен сенің алдында тұрмын, сенің дауатына, сенің шақыруыңа жауап беріп тұрмын. Лаббайк ла шарика, сенің ешқандай серігің жоқ, илля шарикан тамликуху дейді. Тек қана бір серігің бар дейді. Сен оны иелік етесің дейді да. Ва ма малак, ол еш нәрсені иелік етпейді деп айтады. Түсіндің ба? Бұларда ширк болған. Бұлардың хаджында ширк болған. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұл ширкті таухидке өзгертіп берді. Қандай? Осы көркем жақсы тәлбияға өзгертіп берді. Яғни біз білетін тәлбияға. Және бұл тәлбияның мағынасы көрсетсе, Алла субхана тағала серігі жоқ деп тұр. Ля шарика. Не нәрседе серігі жоқ? Оның раббылық сипатында серігі жоқ. Яғни жаратылыс сипаттарында Алла субхана тағаланың жаңа осы әлемді жаратқан кезде ешқандай бір серігі болмаған, көмекшісі болмаған. Және де ризықтандыруда, және де осы әлемді басқаруда Алла субхана тағала серігі жоқ. Бұл рубубияда. Дәл сол сияқты оның есім сипаттарында серігі жоқ. Есім сипаттарында серігі жоқ. Яғни сондықтан біздер айтамыз, лайса камислихи шей ва хуа самиул басир. Оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Алла субхана тағалаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ, және де ол естуші, көруші деп айтамыз. Біздер Алла субхана тағала есту және де көру, яғни бұл біздер емес, аятта келіп тұр. Алла субхана тағала есту және де көру сипатын бекітіп тұр. Алла субхана тағала соған қарамастан лайса камислихи шей деп тұр. Оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ деп тұр. Түсіндің ме? Ал адамда есту, көру сипаты бар ма? Бар. Алла субхана тағала соны айтып тұр. Және де біз қарайтын болсақ, яғни хай, яғни тірі деген махлуқаттардың түгелінде есту және көру сипаты бар. Яғни есту, көру сипаты, яғни тірі деген жаратылыстың түгелінде не болып тұр? Бар болып тұр, бірақ Алла субхана тағала тұр. Менде де ондай сипат бар дейді. Бірақ лайса камислихи шей деп тұр. Оған еш нәрсе ұқсамайды деп тұр. Дәл сол сияқты басқа сипаттарды біз өстіп бекітеміз. Алла субхана тағала сол Құран мен сүннетте келген сипаттарын бекітіп, ол сипатқа еш нәрсе ұқсамайды деп айтамыз. Және де оны елестетпейміз, және де оны жоққа шығармаймыз, және де оның мағынасын өзгертпейміз, немесе олардың мағынасы жоқ деп айтпаймыз. Енді Аллах табарака ва тағала рубубиясында серігі жоқ, асмау сифатта серігі жоқ, есім сипаттарында серігі жоқ. Және де оның құлшылықта да серігі жоқ. Құлшылықтың түгелі Алла субхана тағалаға арналу керек. Неге? Себебі оның рубубия мен улухиясында серігі жоқ. Яғни Алла субхана тағалаға ұқсас, оның сипатындай кемел сипат иесі жоқ. Ал илах, яғни құлшылық қылынатын тәңір, ол міндетті түрде кемел сипат иесі болу керек. Яғни абсолюттік кемел, одан жоғары еш нәрсе жоқ болу керек. Сондықтан біздер, яғни Алла субхана тағала жақсы көреміз, ұлықтаймыз. Яғни әрбір Аллахтан басқа біреуге құлшылық қылатын адам, сол құлшылық қылып жатқан әулие болсын, салихалы адам болсын, періште болсын, неге құлшылық қылып жатсын деп сұрайтын болсақ, ол нағыл деп айтады, оның кемел сипаттарын айта бастайды. Ол мынандай істейді, ол бала береді, ол сөйтеді, бүйтеді деп айтады. Бірақ расында бұл Аллахтың сипатын бұл нәрсеге, бұл уәлиге, бұл неге, өлікке Аллахтың сипатын айтып жатыр. Ол да жоқ сипаттарды айтып жатыр. Сондықтан құлшылық не үшін қылынады? Біз құлшылық қылып жатқан тәңір кемел сипаттың иесі болғандықтан қылып жатыр. Енді неге серігі жоқ Алла субхана тағала? Иннал хамда ва ни'мата лака вал мульк деп айтамыз. Сенің себебі хамд сенікі, Алла субхана тағаланікі, нығмет Алла субхана тағаланікі, және де мүлікті Алла субхана тағала. Хамд деген не? Хамдты ғалымдар айтады, бұл Алла субхана тағаланы ұлықтай отыра, және де жақсы көре отыра, оның нығметтері үшін, және де оның кемел сипаттары үшін мадақтар айту деп айтады. Тілмен мадақтар айту деп айтады. Яғни жақсы көре отыра, яғни хамдтың шарттарынан жақсы көру, ұлықтау, және де Аллахтың нығметтері бар, бізге жететін нығметтері бар, және де Алла субхана тағала өзінің сипаттары бар, бізге жетпейтін. Сол үшін Алла субхана тағала мадақтау. Әл-хамд. Және де бұл әл-хамд, әл деген осы, яғни араб тілінің бір артықшылығы, әрбір әріп, әрбір харакат өзінің мағынасын береді.
осы әлдің мағынасы истиғроқ деп айтады. Ғалымдар айтады, яғни бүкіл мадақтардың түрі түгелін қамтиды деп айтады. Ибн Қойым рахматуллахи алейхи айтады, осы альхамдулиллах деген сөз дұрыс болу үшін, және әлдің мағынасы дұрыс болу үшін деп айтады, біз мадақтап жатқан нәрсе, яғни хамд айтып жатқан нәрсе, яғни Аллах табарака ва тағала бүкіл бүкіл кеміл сипат иесі болу керек деп айтады. Қашан альхамдулиллахи деген сөздің мағынасы болады, қашанда Алла субхана ва тағалаға бүкіл оның кеміл сипаттарын бекітетін болсақ деп айтады. Егер де адам Алла субхана тағала кейбір кеміл сипаттарын жоққа шығаратын болса, бұл альхамдулиллах деген сөздің мағынасы кетеді деп айтады. Түсінді ме? Яғни мағынасы болмай қалады деп айтады. Сондықтан бұл хамд тек қана Аллахқа лайықты. Бұндай түрдегі хамд. Неге? Себебі қалған нәрселердің түгелі осындай толық кеміл сипат иелері емес. Хамд Аллахтікі, және де нығмет. Нығмет туралы жаңа сөйледік. Нығметте Алла субхана ва тағаланікі. Бүкіл қандай нығметі бар, бүкіл Алла субхана. Және бұл нығметті Ибн Қойым рахматуллахи алейхи екіге бөледі. Мутлақа муқойяда деп айтады. Яғни абсолюттық шексіз нығмет, және де муқойяда шектелген нығмет деп айтады. Шектелген нығмет дегенде ол ниъма муқойяда бұл өліммен бітетін нығметтер. Адам өлгеннен кейін бітетін нығметтер. Яғни бұл денсаулық, отбасы, бала шаға, байлық. Бұл бәріне бітетін шектеулі нығмет. Бұл да Алла субхана ва тағала тарапынан. Және де бұл нығмет бүкіл махлуқаттарда бар. Тек қана мұсылмандарда емес, мұсылман еместерде, тіпті жануарларда бар нәрсе бар. Екінші нығмет абсолюттық шексіз нығмет. Бұл не деп айтады? Ол өлімнен кейін жалғаса беретін нығмет, ол Аллахтың діні. Бұл ислам және де сүннет. Бұл да үлкен нығмет. Сол нығмет үшін біз Алла субхана ва тағалаға шүкіршілік қылу керекпіз. Және де әсіресе сүннет нығметі үшін. Алла субхана ва тағала исламның ішінде ахли сунна қылып қойған үшін көп шүкіршілік қылу керек Алла субхана ва тағала. Сондықтан имам Бухари, имам Барбахари, көптеген ғалымдардан қандай сөз келеді, айтады, мен білмеймін дейді. Қай нығметке көбірек шүкіршілік қылатынымды білмеймін дейді. Алла субхана ва тағала мен мұсылмандардан қылғандығы үшін ба, немесе мені ахли суннадан қылғандығы үшін ба? Кейбір ғалымдар айтады, мен білмеймін қай нығметке көбірек шүкіршілік қыламын дейді. Алла субхана тағала мені исламға кіргізгені үшін ба дейді, немесе мені осы ахуалардан, бидағаттардан алыс қылғандығы үшін ба деп айтады. Сондықтан бұның өзі ең үлкен нығметтердің бірі. Және де бұл мутлақа, бұл нығмет жалғасады, өлгеннен кейін де жалғасады нығмет. Сондықтан ол ең ұлы нығметтердің бірі, оған ең көп шүкіршілік біздер қылу керекпіз. Нығмет Аллахтікі. Яғни басқа ешкім бізге нығметтер бермейді. Яғни тіпті әке шешенің беретін сыйлықтары, жақсылықтары, мейірімділігі ақыр соңы ол не? Алла субхана ва тағала тіреледі. Себебі ол байлықты әке шешеге кім берді? Алла субхана ва тағала. Бұл мейірімділік сипатын кім берді? Алла субхана ва тағала берді. Бұл әке шешенің жүрегіндегі шафақа, яғни баласына деген сондай қатты жақсы көру, баласы үшін жан пида болу, кім берді ол сезімді? Алла субхана ва тағала берді. Сондықтан бұлардың беретін нығметі ақыр соңында Алла субхана ва тағала тіреледі. Ол Аллахтан болған нығмет. Және де үшінші мүлк. Яғни мүлк та Аллах субхана ва тағаланікі. Яғни бүкіл нәрсе, және де ол нәрсені әркім сезеді өмірінде. Мысалы адам көп себептер алады бір нәтижеге жету үшін. Яғни жалпы Алла субхана ва тағала бұл әлемді осындай заңдылықпен жаратып қойған. Себептер бар, және де сол себептер бір нәтижеге жеткізеді. Біз себептер аламыз, бір нәтижені күтеміз, нәтиже басқаша болып шығады. Себебі ол не? Біз иелік қылып тұрған жоқпыз бұл әлемді. Бұл өмірдің заңы біздің қолымызда емес. Бұл Алла субхана ва тағала. Яғни басқа ненің қолында? Случай, яғни случай, кейде сойық нәрсе деп айту мүмкін, жоқ, ол емес, ол Алла субхана ва тағала. Немесе біреу ол мүмкін тіпті себеп алмайды, бірақ үлкен нәтиже береді Алла субхана ва тағала. Бұл да не деген сөз? Бұл бір ғана мысал. Алла субхана ва тағала осы әлемді қалай басқаратындығы жөнінде. Немесе бір адам болуы мүмкін, көптеген байлығы бар, көптеген үйлері бар, көптеген жаңағындай мал мүлкі бар, бірақ жаны кедей, рахаттанбайды, жаңағындай жүрегі рахаттанбайды ешқашан. Бүкіл нәрсе бар. Және де дүниесі керісінше оны қылғындырады. Тіпті оның қарыздары да көп болады. Береке жоқ. Кедей адам болады. Дымы жоқ. Яғни ойлайсың, айлығын қарайсың да, ойлайсың, мынау қалай өмір сүріп жүр, еще бала шағасы бар, қалай өмір сүреді деп ойлайсың. Алла субхана, бірақ та ол не? Өзінің бұл жүрегін
себепке байламаған да, себептерді жаратушыға байлаған, Алла субхана тағала байлаған да. Алла субхана тағала оған береке беріп қояды. Бұл Алла субхана тағала осы әлемді қалай басқаруына біз сезетін ғана мысалдар да. Біз сезіп күнделікті өмірде көріп жүрген мысалдар да. Сондықтан мүлк те Аллахтан. Осы түгел Аллахтікі ма? Сондықтан ля шарика ла. Сондықтан оның серігі жоқ деп тағы да айтамыз біздер. Түсінікті ма? Осы бір таухидтың көріністері, умрадағы таухидтың бір көрінісі. Осы мен бүгін бітіреміз. Аллаху алейхи ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.